Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен баклажанмен салат жасайтын боламын. Баклажанның сезоны бітпей жатқанда жасап үлгеріп қалыңыздар. Өте дәмді әрі тез дайындалады. Енді бізге 2 баклажан қажет болады. Оны видеода көрсетілгендей етіп турап шығамыз. Ал енді туралған баклажандарымызға бір ыдысқа салып, 1 шай қасық тұзымызды және 300 немесе 400 грамдай суымызды қойып, жақсылап араластырып, 30-40 минутқа бетін жауып алып қоямыз. Ал енді оған дейін қиярымызды турайтын боламыз. Видеода көрсетілгендей етіп тураңыздар. Бұл жерде менде қияр кішкентай болғандықтан 5-6 дана кетті. Егер сіздерде үлкен болса, онда 3 немесе 4 дана жеткілікті. Ал ендігі кезекте бізде қызанақ 2 дана жеткілікті. Және бұны да қияр сияқты пішінде турап шығыңыздар. Одан соң 1 тіс сарымсақты майдалап турап, оны да қосыңыздар міндетті түрде. Достар, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал енді баклажандарымызды осылай судан бөліп алатын боламыз. Дәл осы уақытта табаларыңызға қыздырып май құйып қойыңыздар. Көп мөлшерде құйыңыздар. Енді ешқандай да жұмыртқа, май жақпастан дәл осылай салыңыздар. Мен салған видеоға түспей қалыпты. Тым көп сал жермеңіздер, өйткені жабысып қалуы мүмкін. Дәл осы кезде осылай укропымызды салып қоямыз. Және де осылай міне сарғылт түсті болып пісуі керек баклажандарымыз. Және 1 шай қасық тұзымызды салып, және де жарты ас қасық соевый соусымызды да құямыз. Кейін жарты шай қасық паприкамызды да салып, жақсылап араластырып, дастархандарыңызға ұсына берсеңіздер болады. Видеоны соңына дейін көрген болсаңыздар, көп рахмет. Астарыңыз дәмді болсын.